Мастурбацияны қоюдың тағы бір құралы ол мына нәрсені сезіну, шынайы сезінуді. Адамның өмірінде болып жатқан процестер, сәтсіздіктер мен өзгерістер, олар адамның тек қана өзіне байланысты. Соның ішінде мынандай бір қателік бар. Рамазанға сену, яғни Рамазан айына сенуді. Мынандай адамдарда мынандай бір нәрсе болуы мүмкін. Мен осы Рамазан айы келе жатыр, сол кезде осы әдетімнен арыламын, Рамазан айы маған көмектеседі деген сияқты бір қате пікір болуы мүмкін. Және де Рамазан айында ол адам бұл нәрсемен айналыспауы мүмкін, бірақ Рамазан біткеннен кейін бұрынғы әдетіне, бұрынғы әуеніне қайта салады. Неге ондай фиаско болады адамда? Себебі бұл жерде мәселе фокуста, яғни сіз фокусты дұрыс емес жаққа қойып тұрсыз. Себебі Рамазан ол тек қана шектеулі уақыт, ол 30 күн. Ал сіздің өміріңіз Рамазаннан бірнеше есе ұзын уақыт. Сол үшін адамның өмірінде болып жатқан процестер тек қана өзіне ғана байланысты. Это только я ответственен за свою жизнь, и только я. Не мое государство, не мое окружение, не мои родители.